Әлемдегі ең қауіпті жаһандардың бірі бұл діни экстремизм мен терроризм. 2016 жылғы статистиканы алатын болсақ, әлемде 1800-ге жуық әртүрлі деңгейде лаңкестік теракттер орын алған. Енді соның салдарынан 14 мыңға жуық адам қаза болды және 18 мыңға жуық адам жарақат алған. Жоқ, жалпы діни экстремизм мен терроризмнен ешкім сақтандырылмаған. Мысалы, Қазақстанда тыйым салынған Аль-Каида ұйымының басшысы Осама бен Ладен миллиардердің баласы болған. Ол салафит тобы, олар үшке бөлінеді. Бірінші, суруриттер, мадхалиттер, такфириттер. Такфириттер бұл джихадшылар. Қысқаша жауап беретін болсақ, олар зайырлықты адасу деп есептейді.